9 желтоқсан күні Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай Бөрлі ауданының ұстаздары арасында пневматикалық винтовкадан атудан аудандық турнир оздырылды. Бұл сайыс КПО компаниясы кәсіподақ ұйымының қолдауымен Ауғанстан соғысы ардагерлерінің қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен нөмірі 4-ші жалпы орта білім беретін мектебінде өтті. Аудандық турнирдің салтанатты ашылуы аудандық маслихат хатшысы Қайрат Ермекбаевтың, ардагер интернационалистердің және басқада қонақтардың қатысуымен өткізілді. Он проводится с целью приобщения молодежи. Бұл шара жастарды жауынгерлік өнерге баулу, ұстаздардың басын қосу, сондай-ақ ауданымызда жас ұрпақты тәрбиелеп отырған, бірлігі жарасқан ұстаздар көбейе берсін деген мақсатта ұйымдастырылып жатыр. Турнирді дәстүрлі түрде ұйымдастыру ойда бар деп жеткізді. Оған қатысу үшін аудан мектептерінен ұстаздар және КПО компаниясының кәсіподақ ұйымының қызметкерлері келді. Оған қатысып отқан әрине аудан басшылары, әрине традиция ретінде қатысып отқан біздің ауған соғысының ардагерлері, және де оларға қосылып отқан біздер бармыз. Мысалы, тек бүгін емес, әрине жылға біз шақырады, біздерде үлесіміз қосамыз дегендей осындай жарысқа аздап ақшамыз, күшіміз, жаңа қатысуымыз болсын, жылы сөзіміз болсын, тілегіміз болсын. Бүгінгі жарысымыз Қазақстан тәуелсіздік күніне арналып отыр, әрине. Сондықтан қатысуымыз өте орынды деп ойлаймыз. Болашағымыз ашық болсын, жастарымыз жақсы болып өссін, ақылды, мықты, дендері сау болып, елімізге аманшылық. Соғысқа әзірленбейміз, бірақ әзір боламыз деген осыдан басталады деген. Жарыстың бас төрешісі Асқар Дәулетқалиев болды. Барлық қатысушылардың есебі саналып отырды. Қатысушылар саны 16. Турнир 2 кезеңнен тұрды. 35 жасқа дейінгі, 35 жастан кейінгі санатта ауданның белсенді азаматтары мен азаматшалары қатысты. Правила у нас расстояние 10 метров. Ереже бойынша 10 метр арақашықтықта пневматикалық винтовкадан тұрып ату керек. Әйелдер мен ерлер арасында 35 жасқа дейінгі және 35 жастан кейінгі санаттар үшін 1-ші, 2-ші, 3-ші орынға арналған марапаттарымыз бар. Және жалпы командалық есепті мектептер арасында санайтын боламыз. Турнир қорытындысы бойынша 35 жасқа дейінгі санатта 1-ші орынды нөмірі 3-ші мектебінен келген Марина Гадлевская иеленді. 35 жасқа дейінгі ерлер арасында алтын жүлдені нөмірі 3-ші мектептен келген Ислам Сағыналиев иеленді. Ал 35 жастан кейінгі әйелдер арасында 1-ші орынға нөмірі 3-ші жалпы орта білім беретін мектебінің ұстазы Қарлығаш Асхатова және ерлер арасында нөмірі 4-ші мектептің ұстазы Асқар Дәулетқалиев ие болды. Жалпы командалық есеп бойынша турнирдің алтын кубогіне Ақсай қаласының нөмірі 3-ші мектебі ие болды. 2-ші орынды нөмірі 2-ші мектеп иеленсе, 3-ші орынды нөмірі 4-ші жалпы орта білім беретін мектебі иеленді. Анаргүл Күшірбаева, Майя Мирова, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.